Сәлеметсіздер ма, құрметті ағайындар, амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Мынау кешелі бері болып жатқан резонансты мәселе бойынша барша қазақ елінің қолдауына рахметімді айтқым келіп отыр. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Міне осындай кезде мына азғын дүниелермен біздің елде өз насихаттарын, өз үгіт насихаттарын жасап жүрген ұйымдардың өкілдеріне жалпы және де соларды қаржыландырып, соларды итермелеп, осы біздің елде сырттан, былайша айтқан кезде, сценарийін жазып беріп жұмыс етіп отырған қожайындар деп айтсам болады. Соларға біздің елдің қаншалықты бұндай дүниеге қарсы екенімізді көрсетіп жатырсыздар. Баршаларыңызға, қолдауларыңызға рахмет. Керемет резонанс болып жатыр. Бүкіл ер азаматтар, аналар бірінен кейін бірі репост жасап, бірінен кейін бірі сторисқа салып, WhatsApp чаттарда да, Instagram, Facebook барлық қазір желілерде тарап жатыр. Сондықтан мен осы эфирге шығып отырған себебім, құрметті қазақ елі, баршаларыңыздың қолдауларыңызға үлкен рахмет, үлкен алғысымды айтқым келіп отыр. Сондай-ақ біз енді саналы адамдар, саналы азаматтардың барлығы осындай дүниеге қарсы екенін әлбетте біз білеміз. Бірақ енді кеше жаңағы эфирде көрдіңіздер, жиналған сол оқуға, курсқа, семинарға келген жиналғандардың барлығы жасөспірімдер, жастар. Енді десек те кеш болса да, бірақ дәл қазіргі сәтте халықтың көбісі бұл мәселеге құлақтары елең етіп оянып жатыр. Әйтпесе бұл мәселені көтеріп шырпыр болып жүргенімізге міне 5 жыл болды. 5 жылдың ішінде митингті да өткіздік, жалғыз адамдық пикетке де шықтық, қаншама іс-шара, қаншама конференция, форум, пресс-конференцияларда өтті. Бірақ естейді, көреді, я бұл проблема, я бұл жаман нәрсе деп тек сол комментариймен шектеліп отырған болатын. Дәл қазір бүгінгі күні халықтың кәдімгідей оянғанын мен көріп отырмын. Сол үшін мен қуанып та отырмын. Қазақ, әйтпесе осы уақытқа дейін қазақ, қарапайым қара халық, бұның ЛГБТ-ның не екенін, бұның астарында қандай саясат жатқанын, бұны кім қаржыландырып, не үшін бұндай ұйымдар, не үшін біздің елде жұмыс істеп жатқанын бұрын соңды үлкен буын онша қызыға тыңдамайтын. Қазір, дәл қазір, үлкені де, кішісі де, жастар да барлығы хабарласып сұрап жатыр. Сондықтан баршаларыңызға тағы да рахметімді айтқым келіп отыр. Алла разы болсын. Енді темірді қызу кезінде бастайды. 21 қаңтар күні Дональд Трамп, ақш президенті Дональд Трамп мырзаның аузынан біздің елде тек қана екі жыныс, гендер тек қана екі жыныстан құралады деп кесіп айтқаннан кейін әлемдік деңгейде бұл дүр сілкіндірді, әрине. Осы уақытқа дейін біздің мемлекетте де осындай азғын дүниенің барлығын қарқынды түрде қаржыландырып, қарқынды түрде жұмыс жасап жатқан ұйымдардың да әрине есеңгірегенін көріп отырмыз. Оның дәлелі күні кеше USAID-тің түгел қаржысын тоқтатып, қайта елдеріне қайтарып жатқаны. Бірақ сонда да менің үрейім, мен тағы да айта аламын, ол USAID деп аты сондай болғанымен, мүмкін USAID Қазақстан елінен кетуі мүмкін. Бірақ ол да екі талай дүние. Ал бірақ сол USAID-тің орнына тағы да басқа ат ойлап тауып шығара салады. Бірақ басқа ұйым болып, басқа тағы да халықаралық агентство болып жұмыс істейтін болса, ол дәл осы уақытқа дейін қандай қарқынмен жұмыс істеді, сол күйі қала береді.
Сондықтан алдағы уақытта біз халық болып, сіз бен біз, мынау күні кеше петиция жарияланды. Петицияның сілтемесін мен қазір парақшама биоға тіркеп қоямын. Сол сілтемені алып, ары қарай ЕЦП мен тек қана компьютердан ғана қол қойылады. ЕЦП мен тағы да қол жиналымыз керек. Ол петицияда не бар? Петицияда біріншіден USAID халықаралық агентствосының қызметі толықтай біздің мемлекетте тоқтатылсын деген. Біріншіден тексерсін, одан кейін тоқтатылсын. Және тек қана USAID емес, USAID сияқты халықаралық кез келген, ол ресейлік болуы мүмкін, ол қытайлық болуы мүмкін, ол тағы да басқа болуы мүмкін, біз білмейміз. Сол сияқты шетелден келіп жатқан агентстволарды тексеріп, осындай азғын дүниеге жол беріп, қаржыландырып отырған ұйымдардың барлығына тоқтау салып, тыйым салуын талап етілген. Бірінші. Екіншісі, ол жерде осы біздің елдегі ЛГБТ ұйымдарының толықтай қызметтерін тоқтату, оның ішіне үгіт насихатына да тыйым салынсын деген пункт бар. Яғни ЛГБТ, яғни бір жынысты ұйымдарға кез келген қатысы бар дүниелердің барлығына толықтай заңды түрде тыйым салынсын деген талап. Үшінші талапымыз, өздеріңіз білесіздер, осыдан 2-3 жыл бұрын гей, транс, гомосексуалистерді де әскерге сарбаз ретінде шақыруға заң шықты. Мен ол заңға қарсымын. Не үшін? Ол мысалы мына Амилай сияқты, тағы да сол сияқты трансвеститтер, транссексуалдар, жаңағы гомосексуалистер, яғни гейлерді әскерге шақыратын болса, сол геймен бірге 2 жыл соның қатарында жүретін 2000 сарбаздың 200-і соның арбауына түсіп, сол жерде сол Амилай сияқты гейлермен жыныстық қатынасқа түсіп, ол бала әскерден сарбаз болып, әскерден кеткеннен кейін сол ер адам, ер жігіт бала қайтадан өзінің қалпына келеді дейсіз ба? Әрине келмейді. Ол психикалық ауытқу, яғни еркек пен еркек болып жыныстық қатынасқа түскен күні, түскен сәттен бастап сол адамның психикасы түгел шиша сияқты сынды деген сөз. Сондықтан осындай трансвестит, трансгендер, гей, жаңа гомосексуалистерді әскерге шақыруына қарсымын. Петициядағы үшінші пункт, ол әскерге осындайларды, бір жыныстыларды әскерге шақыру заңын жойылсын деген талап. Төртінші талап, ол жерде барлығыңыздар білесіздер, 10 жастан жоғары қарай біздің денсаулық кодексінде 10 жастан жоғары қарай жалпақ тілмен айтқан кезде жыныстық қатынас сауаттылығы кіріп кеткен. 92-ші баптың 3 бабы, 3 тармағы бар, сол 3 тармағын түгел алып тасталсын деген. Болмаса қайта қарастырылсын, алып тасталсын. Негізі алып жойып тастағаны дұрыс. Одан кейін келесі пунктымыз, өздеріңіз тағы да білесіздер, 21-ші жылы шілде айында тура пандемия кезінде жыныс ауыстыру заңы тағы да кіріп кетті. Яғни Қазақстан мемлекетінде 21 жастан жоғары қарай жынысын ауыстырам деген кез келген азамат жынысын ауыстыра алады. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, біз Таиланд емеспіз. Біз тағы да басқа бір осындай дүние, азғындықтың барлығы өршіп тұрған, болмаса азғындықтың барлығы шетінен шығып тасып жатқан мемлекет емеспіз. Біз бәрібір әлі де қаймағы бұзылмаған қазақпыз. Сондықтан бізде 2-нің бірі болмаса, 3-тің бірі болмаса, 5-тің бірі жыныс ауыстыру отасына мұқтаж емес. 20 миллион халықтың ішінен ары кетсе бір 2-3 ғана жыныс ауыстыруға мүмкін показания, медицинский показания бойынша жыныс ауыстыру көрсетілген шығар. Бірақ енді сол 1-2 адам үшін, болмаса 4-5 адам үшін заң шығаруды қажет емес қой. Дәл қазір мынау әлеуметтік желіде, Никонет, дағы да сол сияқты бір жынысты ЛГБТ ұйымдарының, трансвестит, трансгендерларының барлығының блог жүргізіп, қазақ еліне, жас ұрпаққа осындай дүниенің бәрін насихаттап отырған кезде, дені дұрыс балаларымыздың барлығы санасы уақытша жаңағы сынып, уақытша ауып, сол мезетте 21 жастан асқан кезінде жыныс ауыстыру мүмкін.
Сондықтан бұл заң бізге керек емес деп есептеймін. Осы петицияның ішінде ол заң да бар. Яғни жыныс ауыстыру заңын жойылсын деген. Келесі жаңағы петицияның келесі пункті ол мынау халықаралық осы USAID деп жатырмыз. Тағы да USAID 92 жылы Қазақстанға келіп тіркелген болатын болса, Астанада қазір фонд Фридриха Эберта деген бар. Ол 93 жылы тіркелген. Яғни біз егемендікті алып, әлі өзіміз былайша айтқанда есімізді жия алмай отырған кезде, оңды солымызға қарап, біз егемендікті алдық па, рас па, өтірік па деп біз өзіміз есіміз ауып отырған кезде, сол күннен бастап егемендікпен бірге кірген осы фондтардың барлығы осы уақытқа дейін осындай дүниені жаңағы азғындық дүниелерді қаржыландырғанын ашық ақпаратта жүр. Яғни Фридрих Эберттің да бір жаңағы өзінің мақсаттарының ішінде жазылғаны сол Қазақстан мемлекетіндегі қоғам бір жынысты ұйымдарды дұрыс қабылдауына жұмыс жасалады. Яғни сол жобада, сол бағытта да жұмыс істеп келген. USAID-та да дәл солай. Сол сияқты осындай халықаралық шетелден келген агентстволар болсын, фонд болсын, ол мейлі тағы да басқа мекемелер, ұйымдар болсын, солардың барлығының жаңағы заңды түрде шетелдік агенттерге заң қабылдансын. Яғни закон об иноагентах деген. Яғни шетелдік жаңағы агентстволардың барлығын жаппай тексеріп, ақ-қарасын ажыратып, керегін қалдырып, керек емесін жауып тастайтындай заң. Міне осы 5 үлкен ауқымды дүниені қамтып отырған петиция жарияланды. Сондықтан e-петишнға кірсеңіздер, сол e-петишнда қазір петиция тұр. Қолды алдағы уақытта қол жинауымыз қажет. Міне сіздерден үлкен қолдау алдағы уақытта осы. Сондықтан құрметті ағайын, баршаларыңызға, қолдауларыңызға тағы да рахметімді айтайын деп отырмын. Одан кейін екінші мәселе осы петицияны қолдап, алдағы уақытта петицияға жаппай баршамыз қол қоюымыз керек. 50 000 қолды жинаған күннен бастап, ол үкіметке жетеді, ары қарай халық болып, жаңағы үкіметке жанайқайымыз жетіп, осы дүние, мына 5 мәселені егер шешетін болсақ, онда біз үлкен жеңіске жеттік деп есептейміз. Баршаларыңызға рахмет. Аман болайық. Құрметті ағайын, қазір Казгу жақтан жастардың өкілі деп айтсам болады, Ғұлама Сержан, қазақтың қарагөз баласы, студент, өзі айтишник екен. ЛГБТ, бір жынысты ЛГБТ бойынша өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы, дұрыс па осы? ЛГБТ деген осы біздің адамзаттың санасына қарағанда қате жұмыс, арам дүние ғой. Өзіміз қазақ ұлты мұсылманбыз да, бұл халал емес. Одан кейін бұл енді батыс дүниенің адамдары шығарған осы біздің Азияның ұлттары дана сүйегін жұлып, осы бізді құл қылмақшы шығарған неменелер. Осы сияқты нәрселер Корея мен Жапонда бар ғой. Көп не үшін өйткені бар ғой. Ана біздің Азияның ұлттарының миы жақсы кебетте, сол анадар қорқады. Бұрын көне дүниеде біз олардан дамыған болатынбыз. Ертең олар бізден дамып кетті. Әзір біз оларға қуып жетіп, олардан асып бара жатырмыз да. Солар бізді тежеу үшін шығарған дүниелер ғой. Бізді кейін ЛГБТ дейміз, одан тағы немене шығаратын, ол кім біледі. Кейін бізді құлғып, тіпті ұрпақсыз, кейін тіпті біз қазақ болсын, Қытай болсын, әртүрлі жойғысы келеді. Бағала Балтабайқызы бізде қоғам белсендісі, біздің қоғамымызда өте үлкен проблеманы көтеріп жүрген кісі. Бұл кісіге өте мен тәнтімін, өткені өзім қазір қыз балаларды тәрбиелеп келе жатырмын. Жалпы қазақ еліне айтарым, ең бастысы өзіміздің қазақтың қазығы бар. Қазақ қазық дейді ғой, сол қазығымыздан, сол тамырымыздан алыстамасақ екен.
әр ата ана өзінің баласына мына көз алдында өсіп отырған қызына, ұлына не ішіп, не жеп отыр, қайда қарап отыр, нені көріп отыр, кіммен араласады, телефонында қандай ойындарды жүктеп, кіммен араласып отыр. Соның барлығын әр ата ана өзі қадағалап, көз жазып қалмаса екен деймін. Бүгінгі күні өте қиын, өте ауыр заманда өмір сүріп жатырмыз. Дұрыс айтасыз, енді өзіміздің бала шағамыз, өзіміздің келесі ұрпағымыз біздің қолымызда. Соларға барлығымыз еге болайық, олардың тәрбиесіне ат салысайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Жұма мұбарак болсын. Біз өзімізді қазақ деген тек топтың ұрпағы деп жатамыз. Бірақ кеше әлеуметтік желіні шулап жатырған мына трансгендер, лесбиянкілер, біржыныстылар, феминисткілер шетелдің қаржыландыруымен Алматының қақ ортасында қазақтың жап-жас қыздарын өздерінің жинап алып, өздерінің идеологиясын жүріп жатқан кезде қазақтың батыр қызы Бағила деген апамыз, батысша апа дейміз, оңтүстікше әпке, Бағила апамыз олардың жиындарын тоқтатты. Қазақтың жігіттері осындай уақытта бас көтермеген кезде, тоқтау көрсетпеген кезде қазақтың қыздары амалсыздан, шарасыздан атқа қойып жатады. Алматы облысында тепсе темір үзетін таудай азамат жігіттер жеткілікті. Бір-бірін жекпе-жекке шақырған кезде, көкпар ойнап серкені бір қолмен тартып тақымына қысып шапқан кезде олардан асқан батырларды көрмейміз, мінезді жігіттерді көрмейміз. Дәл осындай уақытта бас көтеріп мінездерді көрсетпеген кезде басқа қай уақытта мінез көрсетеміз? Істеп жатқан істері біздің дінімізге де қазақтың менталитетіне сай келмейтін істер. Сіздерге ат құйрығына байлап алып сүйресін демейміз, бірақ дәл осындай уақытта бас көтеріп мыс мінездерді көрсетіп тоқтатуларыңыз керек. Мына Қазбек би атамыздың керемет бір оқиғасымен бөлескім келеді. Қазбек би атамыз үлкен даудан келе жатқан кезінде елін жау шауып кеткен екен қалмақтар. Қазбек би атамыз ат басын қалмақ еліне бұрып Қалдан Серенге барады. Қалдан Серенге айтады: Қалдан, сен елімді шабудан тоқтамадың, мен елші болып келуден тоқтамадым деп. Сонда Қалдан айтады: Қазбекжан, мен сенің еліңді шапқаным, сен менің алдыма келсін дегенім дейді. Білесің бе, сен 12 жасыңда дейді, өзіңнің тектілігіңді көрсетіп екі елдің арасында дауды шешкенің дейді. Сонда Қазбек би атамыздың керемет айтқан сөзі бар: біз қазақ мал баққан елміз, ешкіммен соқтыспай жай жатқан елміз. Еліміздің шетін жау баспасын деп, найзамыздың ұшына үкі таққан елміз деп, өзінің даналығымен қалмақтың ханының алдына бір керемет көзге түсіп қалды. Сол кезде Қалдан Серен айтады қалмақтың ханы: Қазбек, біз екеуміз құдандалы болайық, қызыңды бер, немесе қыз ал дейді. Сонда Қазбек би атамыз айтады: берер қызым жоқ, берсең қызыңды бер дейді. Қалдан Серен Қазбек би атамызға айтады: Қазбек, сенің неше ұлың бар дейді. Қазбек айтады: менің 1,5 ұлым бар дейді. Қалдан таң қалып: сенің тепсе темір үзетін 5 ұлың бар емес пе дейді. Елге едіге болатын ұлым біреу дейді, ол Бекболат дейді. Бекболат деген ол өзінің орта жүздің биі болған, Абылай ханның оң қолы болған, заманда мемлекеттің деңгейіндегі шараларды жүргізіп отырған адам. Ал қалған 4-еуі дейді, ел мен мал мен қатындарына ие болатындар дейді. Ал бірақ сол 4 ұлының оқиғасын қарайтын болсақ, тарихын қарайтын болсақ, 4-еуі де батыр болған, шешен болған. Оларда ел үшін күресіп, жаға тартысып, елін біреудің қолына, жаттың қолына беріп қоймаған. Айтайын дегенім, қазіргі заманда Қазбек би атамыздың жарты ұлындай бола алмай жатыр. Қазақтың жігіттері бас қосып, дәл осындай уақытта мінездерін көрсетпеген кезде шетелдіктер өздерінің идеологиясын тығып, қазақтың қыздар ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп жатыр. Еліміздің ертеңі тікелей біздерге байланысты. Сол себептен дінімізге жат, дәстүрімізге, қазақтың идеологиясына сай келмейтін істерді қазірден бастап тоқтатып, осы үшін шырылдап күресіп жүрген қазақтың жанасыр батыр қызына қолдау көрсетейік. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мына елімізде болып жатқан резонанстық бір жағдай болып жатыр осы 1-2 күндіктен бері. Мына біржыныстық қарым-қатынастағы жүрген адамдар, солар өздерінің пропагандасын жүргізуде, өздеріне мектептерін ашып, жаңағыдай лекцияларын жүргізіп, жастардың санасын улауда. Бұл жағдайды қолға алмасақ болмайды. Осымен жалғыз өзі күресіп жүрген Бағила Балтабаева деген замандасымызға үлкен алғыс айтамын. Алла разы болсын. Тек өзінің ұрпағын емес, бүкіл қазақтың былай айтқанда болашағын ойлап жүрген адам десем де болады.
Біздер де өйтіп қарап отыра алмаймыз. Қазақ еліне, тағдырына бір жақсы болашақпен қарайтын азамат ретінде, белсенді азамат ретінде мен өзімнің бір дауысымды білдіргім келіп отыр осы Маңғыстаудан. Біздер бұл нәрселерге қарсымыз, және де мына үкімет басындағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлыға, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі баршасына осы үндеу деп қабылдарсыздар.